Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге банан қосылған нан жасап көрсетемін. Өте дәмді және тез пісетін нан. Бұны пирог деп те кекс деп те айтуға болатын шығар, бірақтан нан деуге көбірек келетін сияқты. Дәмі тәтті болады. Ең бірінші ыдысымызды дайындаймыз. Түбін майлаймыз. Осындай ыдысты алып, болмаса қолдарыңызда қандай ыдыс бар, соны алуға болады. Майлап түбіне ұн себеміз. Жан-жағының бәріне ұнды келтіріп, артық ұнды алып тастаймыз да бұны тоңазытқышқа морозилкаға салып қоямыз. Әзірше массамызды дайындаймыз. 2 бананды алып еземіз, үстіне сосын жұмыртқаны саламыз. Мен погруженный блендермен жасадым, вилкамен де жасауға болады. Бір қалыпты однородный жасаудың керегі жоқ. Үстіне кусочками дейді ғой, кусок болып жүргені жақсы, ауыздарыңа келіп бананның. Одан кейін қантты саламыз да және еземіз жақсылап, майымызды құямыз. Майымызды құйып, тағы да бір араластырып аламыз. Оның арасында ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызға разрыхлительді қосып, бір қалыпқа келтіріп араластырып аламыз. Жаңағы массамызға, сұйық массамызға тұз қосамыз, шым-шым, көп емес, шым-шым тұз қосамыз да, және ұнды салып араластырамыз. Ұнды 2-ге бөліп салып араластырамыз. Ұн түйіршіктер болып қалмасын арасында. Нанның арасында түйіршік болып, жаман болып шығады одан кейін. Міне біздің массамыз дайын. Жаңағы тоңазытқышта тұрған ыдысымызды алып құямыз. Одан кейін 3-ші бананды алып бетіне әрлейміз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай осындай етіп әрлеп шығамыз. Одан кейін 200 градусқа ысып тұрған духовкаға 40 минуттай пісіріп аламыз. Менде 35 минут пісті. Әркімнің духовкасына байланысты. Шпажка сухой болып шығу керек. Міне менің бананнан жасалған наным дайын. Ыдыстан да түсуі оңай. Жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлерің мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған үміткен.